Қайырлы күн, құрметті көрермендер, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен дәл пиццариядағыдай небәрі 7-8 минутта пісіп шығатын осындай керемет пепперони және маргарита пиццаларын жасайтын боламыз. Пиццаның қамырын қалай идеальный етіп, жұмсақ етіп илейміз және де кетчуп майонезсіз өзінің идеальный соусында жасайтын боламыз. Сонымен қатар қандай ірімшік қолданамыз барлығын асықпай түсіндіретін боламын. Сондықтан видеоны өткізбей, соңына дейін көріңіздер. 2 пиццаға қамыр илеу үшін 175 грамм жылы суға 1 шай қасық ашытқы және де 1 шай қасық қант қосып, жақсылап араластырып, бетін жауып, кішкене көпіргенше 5 минутқа қойып қоямыз. Одан кейін 350 грамм ұнның үстіне ашытқымызды құямыз және де пиццаның қамыры жұмсақ, әдемі болу үшін 25 грамм зәйтүн майын құямыз. Егер сізде зәйтүн майы болмаса, орнына күнбағыс майын қоссаңыздар да болады. Енді жарты шай қасық тұзымызды салып, араластырып, қамырымызды жайлап илеуді бастаймыз. Басқа артық ештеңе қоспаңыздар, осы көрсетілген мөлшер бойынша жасасаңыздар, сіздерде идеальный жұмсақ қамыр иленіп шығады. Ешқандай іртік түйіршік қалмайтындай етіп илеп алыңыздар. Қамырдың жақсы көтерілуі ашытқыға да байланысты, сол себепті ашытқының барынша мерзімі өтіп кетпеген сапалы түрін қолданыңыздар. Мінекей, бізде осылай жұмсақ әдемі қамыр иленіп шықты. Енді осы қамырымызды пакетке салып, бетін жауып, жарты сағаттай уақытқа қойып қоямыз. Жарты сағат өткеннен кейін қамырымызды қайта ашып көреміз. Көріп тұрғандарыңыздай көтеріліп қалған. Енді осы қамырымызды теңде 2 бөлікке бөліп аламыз. Көз мөлшермен бөлсеңіздер де болады, немесе таразымен өлшеп бөлсеңіздер де болады. Енді өлшеп алғаннан кейін осылай қолымыздың көмегімен дөңгелек формаға келтіріп, илеп, жаңағы ыдысымызға қайтадан саламыз. Енді осы қамырымыздың үстінен 1 шай қасық зәйтүн майын құйып, қазір біздің қамырымыз көтерілу барысында бір-біріне жабысып қалмау үшін, өте нәзік әдемі болып тұру үшін осылай міндетті түрде майлап, бетін жаңағы пакетімізбен жауып, тағы да 45 минутқа жылы жерге қоямыз. Ал оған дейін біз пиццамыздың оригинал соусын дайындайтын боламыз. Осындай кішірек 3 қызанақ немесе орташа көлемдегі 2 қызанақты аламыз. Осы видеодағыдай көріп тұрғандарыңыздай қабықтарын ғана тіліп, үстінен қайнап тұрған ыстық су құямыз. 10-15 минутқа қойып қоямыз. Бізге бұл қызанақтың қабығы қажет емес, сондықтан қабығын алып тастау үшін осылай жібітіп аламыз. Енді осыны біз қазір блендердан езіп алатын боламыз. Мінекей, езіп дайындап алдық. Енді бізге пиццаның соусын дайындауға тағы да 2 тісше сарымсақ керек болады. Сарымсақты міндетті түрде қосамыз. Сарымсақты күштен өткізіп дайындап қоямыз. Және де пиццаның негізгі дәмдеушісі ол орегано дәмдеушісі болып табылады. Сонымен қатар 1 шай қасық паприка, жарты шай қасық тұз, 3 ас қасық сұйық май және де өткізіп алған қызанағымыз керек болады. Енді табамызға 3 ас қасық сұйық майымызды құйып, өте баяу отта ең алдымен сарымсағымызды қуырып аламыз. Сарымсағымызды 25-30 секундтай ғана қуырып алыңыздар. Одан кейін 1 шай қасық орегано дәмдеушісін салып, оны да 15-20 секундтай ғана қуырамыз. Өте қатты қуырып жібермеңіздер, дәмі бұзылып кетуі мүмкін. Енді келесі 1 шай қасық паприка дәмдеушісін салып, жақсылап араластырғаннан кейін бірден жаңағы блендердан өткізіп алған қызанағымызды үстінен құямыз.
Жақсылап араластырып алғаннан кейін үстіне жарты шай қасық тұзымызды салып жақсылап араластырамыз. Одан кейін баяу отта 2-3 минуттай қызанағымызды пісіріп аламыз. Біздің осы оригинал соусымыз дайын болды. Майонез, кетчуптың орнына осы оригинал соусты қоссаңыздар, пиццаларыңыздың дәмі өте әдемі болып шығады. Енді қамырымызды көретін боламыз. Көріп тұрғандарыңыздай қамырым жақсы көтерілген, өте нәзік, жұмсақ болып шығады, қолға жабыспайды. Біздің пиццамыздың қамыры дайын. Енді пиццамызға кірісетін боламыз. Енді бізге Емир фирмасының осы ірімшігі керек болады. Мен әрдайым осы Емир фирмасының ірімшігін қолданамын. Өте жақсы ериді. Және де Комо Country ірімшігінде қолданамын. Ол да жақсы ериді. Кез келген осындай шұжықты өздеріңізге ұнайтын қолдана берсеңіздер болады. Енді қамырымызды алып, оны себелеп, қамырымызды қолымыздың көмегімен жайсақ болады. Егер ыңғайсыз болса, оқтаумен жайсаңыздар да болады. Қамыр өте нәзік, жұмсақ болғандықтан өте тез және жақсы жайылады. Осы көріп тұрғандарыңыздай осындай жұқа қылып жаясыздар. Және пиццаларыңыздың шет-шеті қалыңдау болсын десеңіздер, осындай бортик жасап алсаңыздар да болады. Енді бортигімізді төмен қаратып, формамыздың астына міндетті түрде пергамент қағазын төсеп, пиццамызды осы бортигін төмен қаратып салатын боламыз. Пергамент қағазын төсемесеңіздер, пиццаларыңыз жабысып қалуы мүмкін. Енді қамырымызға жаңағы дайындап алған соусымызды шамамен 3-4 тас қасық соусымызды салып, жақсылап барлық жеріне жағып шығамыз. Және де менің YouTube каналымда өте дәмді тағамдардың рецептімен бөліскенмін. Арнама кіріп көрсеңіздер де болады. Енді жаңағы дайындап алған ірімшігімізді осы пиццамыздың үстіне сеуіп шығамыз. Менде шамамен 2 пиццаға 300-400 граммдай ірімшік кетті. Енді шұжығымызды әдемілеп барлық жеріне бір келкетіп қойып аламыз. Енді біздің осы арада пешімізді алдын ала қыздырып алуымыз керек. Пешіміз алдын ала ең жоғарғы градуста қызып тұру керек. Егер сіздерде 300 градус болса, 300 градусқа асты үсті қосып алдын ала қыздырып аласыздар. Одан кейін пиццамызды салып 7-8 минут аралығында пісіріп аламыз. Одан артық пісірмеңіздер, одан артық ұстасаңыздар, пиццаларыңыз күйіп кетуі мүмкін, қамыры қатты болып қалуы мүмкін. Сол себепті міндетті түрде будильник қойып қойыңыздар. Будильник қойсаңыздар, уақыттан жаңылыспайсыздар, пиццаларыңыз жұмсақ, әдемі болып пісетін болады. Міне осы біздің пиццамыз дайын. Нағыз пиццериядағы пиццалардай керемет болып шығады. Өте дәмді оригинал соусымен енді пиццаңыз өте керемет болып шығады. Міндетті түрде менің рецептіммен жасап көріңіздер. Егер менің рецептім ұнап жатса, лайк басып, арнама тіркелмеген болсаңыздар, арнама тіркеліп қойды да ұмытпаңыздар. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.